Қайырлы күн, құрметті Тарбағатай ауданының тұрғындары және де біздің тұрақты сүйікті көрермендеріміз. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың кезекті бағдарламасы. Бүгінгі біздің кезекті шығарылымымыздың қонағы Тарбағатай ауданы прокуратурасының аға прокуроры Шәріпбек Әділет Заманбекұлы. Қош келдіңіз. Біздің енді осы жалпы қоғамда деп айтайық, осы аудан тұрғындарының арасында осы прокуратураның жұмысы кім, олар қандай қызмет атқарады деген сұрақтар туындамас үшін сіздерге арналған бірқатар сұрақтарымыз бар. Біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Енді жалпы биылғы жылы ауданымызда қанша құқық бұзушылық тіркелді және олардың негізгі түрлері қандай деп айта аламыз 2025 жылғы қорытынды бойынша? Сұрағыңызға рахмет. Бұл сұраққа жауап бермес бұрын мен сіздерге прокуратураның айтып кетейін. Прокуратура мемлекет атынан заңда белгіленген шектеуде және нысандарда Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалап жүзеге асырады. Сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. Прокуратураның міндеттері ол адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау және бұзылған құқықтар мен бостандықтарды қалпына келтіру. Заңдылықтың бұзылуын, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың салдарын анықтауды және жоюды, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылығын, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіру. Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы президентінің актілерінде айқындалатын өзге де міндеттерді жүзеге асыру болып табылады. Сіздің жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, ағымдағы жылдың өткен 11 айында Тарбағатай ауданы бойынша 44 қылмыс тіркелді. Өткен жылмен салыстырғанда ол 2,3%-ға көбейген болатын. Алдыңғы жылы 43 қылмыс тіркелді. Оның ішінде адам өлтіру 1 фактісі, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, ауыр зиян келтірудің 3 фактісі, ұрлық 4 факті, мал ұрлығы 4, алаяқтық 12 және заңсыз балық аулау 7 фактісі анықталды. Былтырғы жылдан қарағанда жалпы биылғы жылы көбірек басым болып тұр деп айта аласыздар, иә? 2,3%-ға өскен қылмыс. Және осы жалпы ашылған қылмыстар бойынша не айта аласыздар? Қылмыстардың ашылу пайызына келетін болсақ, ағымдағы жылы қылмыстардың ашылуы 94,6% пайызды құрады. Ал алдыңғы жылы 91,4%. Осы жыл алдыңғы жылмен салыстырған кезде осы жылы қылмыстардың ашылуы көбірек. Алдыңғы жылмен салыстырғанда. Жақсы. Енді біз жалпы білеміз, осы прокуратура және де осы прокурорлардың көбіне қызметі жалпы азаматтардың құқықтарын, яғни дұрыс қорғалуы. Жалпы осы бойынша қалай, не айта аласыз? Құқығын қорғау бойынша аудан прокуратурасымен ағымдағы жылдың өткен кезеңінде 3 азаматтың құқығы қорғалды. Оның ішінде 1 кәсіпкер, 1 мүгедек адам болды. Осы адамдардың құқықтары қорғалып, кінәлі лауазымды тұлғалар тиісті жауапкершілікке тартылған болатын. Жергілікті осы Тарбағатай ауданының тұрғындарының арасында құқықтық сауаттылықтарды арттыру үшін қандай іс-шаралар немесе акциялар өте ме? Әрине өтеді. Прокуратураның басты мақсаты ол қарапайым халықпен тығыз байланыста болу, олардың құқықтарын қорғау болып табылады. Осыған орай ағымдағы жылдың өткен кезеңінде жергілікті тұрғындар арасында 13 кездесу өткізді. Оның ішінде акциялар да бар. Атап айтқан кезде Тарбағатай ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы Ақжар мемлекеттік кәсіпорны және Тарбағатай аймақтық желісі бойынша Алтай аймағының қызметкерлерімен құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізген болатын. Одан кейін осы жылдың маусым айында Ақжар, Тұғыл, Қарасу, Жетарал, Маңырақ ауылдық округ тұрғындарымен заң мен тәртіп акциясы аясында кездесу өткізілді. Сонымен қатар жалпы республика аумағында 31 қазан халық заңгері акциясы өтті. Бір мезетте бүкіл республикалардың қалалар аудандарында өтті. Сол біздің ауданымыздың Ақжар ауылында өткен болатын. Сол кездесу болды халықпен. Одан кейін осы халық заңгер акциясын жалғастыру мақсатында 1-2 желтоқсан күндері Тұғыл және Қарасу ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесіп құқықтық көмектер көрсетілді.
Сондай-ақ 27 қараша ағымдағы жылдың Тарбағатай арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында құқықтық қамқорлық әлеуметтік акциясы өткізілді. Ол құқықтық қамқорлық акциясының мақсаты осы арнайы әлеуметтік орындарда ем алатын, қызмет алатын қарт кісілерді қазіргі таңда алаяқтықтан, басқа да қылмыстардан қорғау мақсатында осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Сонымен қатар аудан прокуратурасының ұйымдастыруымен үнемі түрде білім бөлімі мен полициямен бірлесіп аудан аумағында орналасқан білім беру ұйымдарында үнемі дәрістер, оқушылармен кездесулер өткізіліп тұрады. Тағы да бір айта кететін жайт, бүгінгі күні осы яғни 12 желтоқсан аудан прокуратурасының үйлестіруімен заң және тәртіп тұжырымдамасын іске асыру мақсатында балалар өнер мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде заң мен тәртіп тақырыбында суреттер көрмесі іс-шарасы өткізілді. Аталған іс-шараның басты мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту және өз көзқарасын сурет арқылы жеткізу болып табылады. Жалпы бұл жаңа өзіңіз атап өткен акция бойынша жалпы суреттерге заң бойынша суреттер бейнеленді ме сонда оқушылар? Иә, оқушылардың сол балалар өнер мектебінің оқушылары, сол жақта білім алушылар өздерінің шығармашылықтарын біз көрсетіп, осы заңға қатысты, заң мен тәртіпке қатысты суреттер салып, әр шығармашылықтарын көрсеткен болатын. Жақсы, тамаша. Енді жалпы осы Тарбағатай ауданының прокуратурасының статистикалық көрсеткіштері қандай осы? Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде Тарбағатай ауданы прокуратурасы мен тексерулер мен талдаулар нәтижесінде 19 заң бұзушылық жойылып, прокурорлық қадағалау актілері бойынша 17 лауазымды тұлға тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 3 адамның құқығы қорғалды. Прокуратура актілері бойынша мемлекеттік бюджетке 10.600.000 теңгеден астам ақша өндірілді. Жалпы ауданы 144 гектардан астам кадастрлық құны 2.500.000 асатын 3 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Сонымен қатар аудан прокуратурасы мен мемлекеттік қаражаттың ұтымсыз пайдалануына жол бермеу мақсатында 2 мемлекеттік сатып алуды өткізу конкурстары жойылып, нәтижесінде 7.600.000 астам теңгені құрайтын мемлекеттік қаражаттың ұтымсыз жұмсалуының алды алынды. Сіздерге жалпы осы Тарбағатай ауданының тұрғындары жиі келіп өздерінің шағымдарын айта ма? Тарбағатай ауданының тұрғындары келеді, бірақ жиі емес. Біз осы мақсатта адамдармен тығыз байланыс акциялар аясында қабылдау өткіземіз, ауылдық округтерге барамыз. Алайда адамдар жиі келіп тұрмайды бізге. Келетіндері де бар, бірақ көбінесе Тарбағатай ауданында ондай кісілер жоқ. Жақсы. Енді Әділет Заманбекұлы, жалпы осы біздің сұхбаттың бір ерекше сұрағы бар. Жалпы жұмыстан тыс жаңағы прокурор ретінде емес, енді өзіңіздің жалпы жеке хоббиіңіз қандай? Қандай бір сүйіктісіңіз бар ма жұмыстан тыс деп айтсам? Мен қазіргі таңда хоббиім өзім әйеліммен Ақжар ауылының ішінде қыдырғанды жақсы көремін. Бұрындары футбол ойнаумен айналысатын, сол менің хоббиім болатын. Жақсы, тамаша. Тарбағатай ауданындағы прокуратураның осы жұмыс барысы мен қандай жаңағы қызмет бөлімі екенін таныстырып, өздеріңіздің жұмысыңызды таныстырып, бірқатар сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Қызметті көсілер мен қызметтік табыстар тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бізге лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі журналист Еркежан Бақытбекқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше.